Мен Батыс Қазақстан облысы Жаңқала ауданы Сатқали Меңдешев атындағы жалпы орта білім беретін мектебі Темірболат Аяжан Ерболатқызы, жетекшім Қосаманова Мөлдір Жәнібекқызы. Қазақстанның жеті кереметі номинациясы аясында Батыс Қазақстан облысының жеті кереметі шығармашылық жобам. Мақсаты өңірдің тарихи, мәдени, табиғи мұрасын сақтау, насихаттау және туризмді дамыту арқылы аймақтарды әлеуметтік экономикалық әлеуеттерін арттыру. Міндеттері: өңірдің жеті кереметтерін таңдап, зерттеу жұмыстарын жүргізу, бұл орындарды халыққа таныстыру және насихаттау, туристік маршруттарды әзірлеп, инфрақұрылымды дамыту, тарихи орындарды цифрландыру. Өзектілігі: өңірдің мәдени, тарихи және табиғи байлығын әлемге таныстыру және жастар мен қоғамды өңірдің туристік әлеуетті тарихи мұрасын зерттеуге таратуға бағытталған. Жаңашыл көзқарас. Бірінші көзқарасымыз цифрландыру және заманауи технологиялар, екіншісі туризмді дамыту бағытталған бастамалар. Біздің бірінші Батыс Қазақстан облысындағы бірінші жеті кереметіміз Аққұм қорықшасы. Аққұм қорықшасы Батыс Қазақстан облысындағы ландшафты қорықша 1992 жылы құрылды. Бұл жерден бұлақ көзі де алыс емес. Сусыған құмдар арасында кейде пайда болып, кейде жоғалып кететін көл бар. Оның атауы Жұмбақ көл. Халық арасында көлді көрген адам бақытты да табысты болады деген сенім бар. Екінші керемет Бөкей Ордасы тарихи музей кешені. Бөкей Ордасы тарихи музей кешені облыс орталығында 550 км жердегі Батыс Қазақстан облысы Бөкей Ордасы аудан Хан Ордасы ауылында орналасқан. Бұл жерде сондай-ақ Дәулеткерей Шығайыр, ағартушы Мұхамбет Салық, Бажан және Жәңгір ханның өзі тұрғындарының кесенелері орналасқан. Үшінші кереметіміз Жайық өзені. Жайық Еуропа мен Азияны бөліп тұрған Орал тауы секілді қос құлықтың ортасында орналасқан өзен. Ақ жайық қарап өскен елдердің белгілі Махамбет пен Исадай батырлар күй атасы Құрманғазының көп күйі Жайық ортасынан шыққан. Жайық жағасынан. Итальяндық әйгілі саяхатшы Марко Поло Жайықтан өтіп, күллі Еуропа жұртына Азия әлемін таныстырған. Төртінші кереметіміз Шалқар көлі. Шалқар көлі Орал өңіріндегі көнеден қалған тамаша ескерткіштерінің бірі. Көл Каспий шегінен 1000 жыл бұрын таралған бұрынғы Халавин теңізіне жұрнағы. Сол себепті де тарихқа дейінгі бүкіл қазіргі Каспий маңызы ойпаты орнында жоғары айтылған теңізі болған. Келесі кереметіміз біздің Кариф үйі. 1900 жылы Орал қаласындағы ірі ғимарат салынды. Ол жергілікті Орал өңіріне танымал көпес Александр Карифовтың құрметіне салынған Кариф үйі болатын. Келесі алтыншы біздің кереметіміз Тақсай ханшайымы. Батыс Қазақстан облысындағы Теректі ауданындағы Тақсай қорғанынан 2012 жылы табылған ақсүйек сармат қабірі отандық археология ғылымындағы зор табыстың бірі ретінде. Оның көп әшекейлері табытынан табылған болатын. Соның ішіндегі барлық әшекей алтыннан жасалған. Жетінші әрі соңғы кереметіміз Сарқырама көлі. Әлемдегі ең кіші Сарқырама Батыс Қазақстан облысындағы Шыңғырлау ауданында орналасқан. Сарқыраманы 20 ғасыр басындағы Нарғамамбет болыс үйір жылқысын суару үшін салдырған екен. Биіктігі 3 метр Сарқырама маңындағы тұнық борлы құмды жердегі қыз әулетінің бейіті мен мөлдір бұлағы бар. Қорытынды: менің отаным менің бастамам жобасы аясында Қазақстанның жеті кереметі номинациясы бойынша Батыс Қазақстан облысындағы жеті керемет жобасы өңірдің мәдени тұлғалары табиғи байлығы танысуға маңызды қадам болып табылады. Бұл жоба арқылы Батыс Қазақстан облысындағы ерекше орындарын анықтап, олардың туризм мен тарихи білім саласындағы кеңін насихаттауға мүмкіндік береді.
Жоба өңіріндегі ішкі туризмді дамытуға, жергілікті тұрғындардың мәдени экология саласын көтеруге, жастарды отанын сүю, тарихын білу, қадірлеуге септігін тигізеді. Осылайша Батыс Қазақстан облысындағы 7 керемет жобасы өңірдің болашақта әлеуметтік экономикалық дамуына және туристік имиджінің қалыптасуына елге үлес қосатын маңызды бастама болып табылады.